Қазақ қашанда көмекке әзір. Қайырымдылық жасау қанымызда бар қасиет. Сондықтан құлағанды демеп, сүрінгенді сүйеп, мұқтаж жандардың қажеттілігіне қарайласуды қайырлы іс деп білеміз. Краудфандинг құрығы. Ақпараттық технологиялар қазір әлемді басқарып отыр. Біздің елдегі краудфандингтің ордасы әлеуметтік желі. Интернет көмек сұраған хабарландыруға толы. Ауырғандар, далада қалғандар, жетім мен жесір бұқараға үміт артады. Халық көмек қолын созады. Біреу қаржы аударады, енді біреу әлгі хабарландыруды таратады. Бірақ қайырымдылықтың қалтарысында кімдер тұрғанына қарамайды. Ал медальдің екінші жағы нені жасырады? Қолығына құрық болмайтын деструктивті діни ағымдар да қайырымдылықты көлеңкелі кәсіпке айналдырған. Адам эмоциясына әсер ететін аянышты суреттерді жариялап жылу жинайды. Террорлық акт жасаған лаңкестер үшін садақа сұрайды. Ондайлардың ойлағаны мұсылманның халі емес, көсемдердің қалтасы. Ал дін тек көпке ықпал ететін құрал ғана. Бұған тұтас орталық Азия мұсылмандарын алдап кеткен Абу Омар Саситлинскийдің ісі дәлел. Дағыстандық уағызшы бірнеше жыл қайырымдылықпен айналысты. Оның қорына жер жаһаннан миллиардтар ағылды. Ресей Федерациясының күштік құрылымдары псевдо уағызшы Саситлинскийдің террористік ұйымдарға демеуші болғанын анықтады. Яғни садақа бейбіт халықтың қанын судай ағызған содырлар сойқанына аударылған. Саситлинский сынды миллиардтарды сапырмаса да, қайырымдылықтан түскен қаржыны оңай жұтатын жерлестеріміз де жетерлік. Мысалы, Ақтөбе облысында деструктивті діни ағым жақтастары көсемдерінен пәтуа алып, садақаға несиелерін жапқан, қымбат көлік алған. Тағы бір ағым жастарға тегін білім береміз деген уәжбен төмендегілерден де, төбедегілерден де қаржы жинаған. Жұмысқа тірліктері ашылып, қор жабылды. Бірақ ойын сауда орталықтарындағы садақа жәшіктеріне қара құлып салынбады. Осылайша қайырлы істі қайырсыз еткендер көп. Сондықтан қазір бұл салада тәртіп пен талап орнату қажет деген бастама көтерілді.